Осы сабақта біз Lost Pencil деген қарапайым тілмен жазылған, оңай тілмен жазылған шығарманы оқитын боламыз. Сонымен бастадық. Lost Pencil. David lost his yellow pencil. He could not find it. Where is my yellow pencil? He asked his sister. His sister did not know. I don't know where your pencil is, she said. David thought about it. He thought and thought. He used his yellow pencil before lunch. He used it to write a note to his teacher. The note said, "Dear teacher, thank you for helping me, David." He put the note in an envelope. Where was the envelope? He looked in the kitchen. He looked on the kitchen counter. He found the envelope. It was next to the toaster. He found the pencil. It was under the toaster. Енді мына мәтінді мағынасымен бірге оқып шығайық. Lost pencil, жоғалған қалам. David lost his yellow pencil. David өзінің сары қаламын жоғалтты. He could not find it. Ол оны, яғни мына қаламды айтып тұр, таба алмады. Where is my yellow pencil? He asked his sister. Менің сары қаламым қайда? Деп ол өзінің тәтесінен сұрады. His sister did not know. Оның тәтесі білмеді. I don't know where your pencil is, she said. Мен сенің қаламыңның қайда екенін білмеймін, деді ол. David thought about it. David ол туралы ойланды, яғни қалам туралы ойланды. He thought and thought. Ол ойланды және ойланды. He used his yellow pencil before lunch. Ол өзінің сары қаламын түскі астың алдында қолданған еді. He used it to write a note to his teacher. Ол қаламды өзінің мұғаліміне жазба жазу мақсатында жазба жазуға қолданды деп аударуға болады. The note said, "Dear teacher, thank you for helping me, David." Жазба былай деді: "Құрметті, қадірлі мұғалімім, маған көмектескеніңіз үшін сізге рахмет, David." He put the note in an envelope. Ол жазбаны конвертке салды. Where was the envelope? Конверт қайда еді? He looked in the kitchen. Ол асхананы қарады, асхананың ішін қарады. He looked on the kitchen counter. Ол асханадағы тақтай үстін, немесе үстел үстінде қарады. He found the envelope. Ол конвертті тапты. It was next to the toaster. Ол, яғни конверт, тостер машинаның, яғни нан қыздырғыштың жанында еді. He found the pencil. Ол қаламды тапты. It was under the toaster. Қалам, яғни ол нан қыздырғыштың астында, нан қыздырғыш машинаның астында еді деп аударамыз. Ағылшын тілін үйрену мақсатында осындай қарапайым жазылған шығармаларды көптеп оқыған дұрыс. Өйткені осындай шығармаларды оқи келе сіз қиын шығармаларды, кез келген ағылшын тілінде хикая, әңгімені, роман кітаптарды, мақалаларды, блогтарды оқи беретін боласыз. Ал осы басында осындай қарапайым шығармалардан бастаған дұрыс. Бұларды қайдан табуға болады? Интернеттен easy reading texts, simple texts in English деп терсеңіз, неше түрлі сайттар шығады. Сондай сайттардың бірі, мысалы, міне мынау сайт, мына сілтеме бойынша ашылады. Сілтемесін сипаттамада қалдырамын. Осы сайтта, мысалы, 150-ге жуық қарапайым жазылған, оңай оқылатын мәтін шығармалар бар. Солардың әрқайсысын ашып, оқып және мағынасымен түсініп оқыған сіздің ағылшын тілін деңгейіңізді көтеруге өте үлкен септігін тигізеді. Және бұл шығармаларды ашқан кезде мынандай парақша ашылады, және парақшада
бұл мәтіндердің аудио нұсқасы да көрсетіледі. Аудио нұсқасын қоса отырып, сөйлеуші айтушымен бірге мәтінді бірге оқысаңыз, ол да ағылшын тілінде сөйлемдерді, сөздерді тез оқуға жәрдемін тигізеді. Осылай қарапайым текстерді, яғни мәтін шығармаларды оқи отырып, сіз ағылшын тіліндегі кез келген шығарманы, кез келген хикая, әңгіме, роман кітаптарды да оқи алатын боласыз.